Баяғы өткен заманда патша мен патшайым өмір сүріпті. Олар тату тәтті, берекелі ғұмыр кешіп жатты. Күндері шуақ еді. Бір күні олар қызды болады. Оның атын Варвара деп қояды. Бұл жаңалық бүкіл сарайды қуантты. Жұрт аузында патшайым сиқыршы деген сыбыс бар еді. Бір күні сол патшайым із-түзсіз жоғалып кетеді. Бір күн кетеді, 2 күн, 3 күн кетеді. Патшайым жоқ. Із-түзсіз ғайып болды. Қанша іздесе де таба алмайды. Патшаның кеңесшісі Бальтазар келді, былай деді: бүкіл патшалықты құпия тыңшылар кезіп жүр. Олар тау мен тасты аралап, әрбір бұтаның түбін тінтіп жүр. Біз қайтсек те патшайымды табамыз. Ал әзірге Варвараның тәрбиесімен өзім айналысайын деді. Амалы таусылған патша бір күрсінетте кішкентай ханшайымды Бальтазарға тапсырды. Осылайша біздің оқиғамыз басталады. Мәссаған, ғажап қой. Қараш, Голиев, айға қарап күнтізбе құрап отырмын. Жұлдыздарды көргің келе ме? Шіркін, апа менің қандай қыз боп өскенімді көрсе ғой. Варвара бой жете бастады. Есейген сайын апасын сағынады. Кеңесші Бальтазардың айтқан тілін алмайтынды шығарды. Ханшайым мен Айдаһар. Ей, абайлаңдар! Жол беріңдер. Ұйықтамаңыз, генерал. Кешіріңіз. Ей! Жол беріңіз. Жолдан тұрыңыз. Жолдан тұрыңыз. Ханшайым, әдеп сақтаңыз, сіз мүлде шектен шығып барасыз. Мен соншалық ештеңе білдірген жоқпын. Бұл әрекетіңізді патшаға жеткізбесем болмайды. Ай! Ари жүгірмек! Қайда жүрсің? Мен немі қасыңыздамын? Мұнан алда көзін құрт. Құп болады, қожайын. Сол да сөз боп па? Мәртебелі тақсыр, ханшайым сөз тыңдауды қойды. Айтқан тілді алмайды, қолда аяққа тұрмайды, ереже сақтап тәртіпке бағынбайды болды. Енді маған не істедейсіз, кеңесші? Анасының жылуын көрмей өсіп жатыр ғой. Анасыз өсіп жатыр. Анасыз өсіп жатыр. Ол рас, мен апамды көрген жоқпын. Кешіріңдер, бірақ мен сіздер сияқты бір сарында өмір сүретін бикеш болғым келмейді. Мысалы, сіз сияқты. Сарай түгілі сыймай жетем далаға, сай сағалап таудың ішін аралап. Жан сарайым сайрап жатыр ән шырқап. Қалайда іздеп табамын мен апамды. Қалайда іздеп табамын мен апамды. Сай сағалап таудың ішін аралап. Қалайда іздеп табамын мен апамды.
Қалайда іздеп табамын мен апамды. Қалайда іздеп табамын мен апамды. Әне, естідің бе? Айтпақшы, патшайымды қалай іздеп жатырсыңдар? Іздеп жатырмыз, мәртебелі тақсыр, іздеп жатырмыз. Көрші патшалықтың бәріне тыңшы салдық, әзірге нәтиже болмай тұр. Ал Варварамен жақсылап сөйлесуіңіз керек. Өтінем сізден сөйлесіңіз. Қойшы, кеңесші, ондайға шамамда жоқ, қайғырып жүрмін, көңіл күйім жоқ. Мүлдем. Мәртебелі тақсыр, олай болмайды, бекем болыңыз. Иә, білем, бірақ қолымнан келмей тұр ғой, оның үстіне патшаға ондай талап қоймаңдар. Мен патшамын ғой, патшамын, сондықтан барыңыз, кеңесші, барыңыз. Одан да патшайымды тауып беріңдер менің. Мына патшадан ақ көресіні көрдім ғой. Ақылынан адаса бастады. Бұдан құтылудың жолын қарастырмасам болмайды. Қалай? Өте ал сапарға шығарып жіберу керек. Енді қайтып орала алмайтындай болсын. Қалайда? Патшадан құтылған соң қайтпексіз, қожайын? Мен бе? Мен ханшайымның сеніміне кіріп алам. Сосын екеуміз өмір бойы жоғалған апасын іздейміз. Ұқтың ба? Бәрге келді. Біз елді бірге басқарамыз, сіз және мен. Елді әрине мен басқарам. Ал сен менің кеңесшім боласың. Аузың амай. Ал әзірге сенің міндетің сарайдағылардың бәрі мұқият бақылау. Бәрін бақылайтын сиқырлы айнаңыз бар емес пе? Тынаш. Өзің қалай сөйлейтін болғансың, Тынаш. Ақып болады, қожайын. Шаршаған күн тынығуға кетті. Оның орны ай келді. Патшайым аяғының астында жатқан зұлымға бір қарады да: «Болды, сен енді ешкімге зиян тигіз алмайсың. Дүлей сиқыршы», деді де, ұрыс алаңын тастап, жөнімен кете барды. Ұйықтағым келмейді. Бір сағаттан соң жаңа күн басталады. Менің туған күнім болады. Сәл шыдауым керек, аз қалды. Тағы бір кітапты қарап шығайын. Қандай кітап алсам екен? Мәссаған. Келдік. Ауырнай өзінің. Бұл кітапта ең қызық ертегілер бар шығар. Менің туған күнім басталды. Қызық, қандай сыйлық алар екем? Көбелек. Қайда барасың? Көбелек, маған келші. Кері қайтшы.
саған, не боп кетті? Мен ертегінің ішіне кіріп кеттім бе? Сен кімсің? Тиінсің бе? Ей, тұра тұр! Неге бәрің менен қаша бересіңдер? Бұл нағыз ертек екен. Ал мынау не тағы? Сен кімсің? Мен Варвара ханшайыммын, ал сен кімсің? Мен Айдаһармын. Сен мұнда не істеп жүрсің? Ештеңе. Жай серуендеп жүрмін. Негізі мен адасып қалдым. Тезірек үйге қайтуым керек. Бақшадағы өсіп тұрған немене? Ештеңе, ол жаққа баруға болмайды. Мынау не? Көкөніс пе? Ештеңеге тиісуге болмайды. Мә, саған. Көкөніс болса суғару керек. Жоқ, тиіспе дедім ғой саған. Неге? Бүгін ғана суғарып шыққам. Мейлі, артық етпейді. Бұлар тек таңертең суғару керек, ал қазір болса... Не болады дейсің? Жоқ, тоқта! Ой! Тезірек өсет. Өс, менің асқабағым. Әне, айттым ғой саған. Бер кел, қызық болады. Абайла! Сен не ойнап көрмеп едің? Ендеше үйретейін. Қуып жетші. Тезірек қайт! Ей, аяқтан тартуға болмайды. Жібер. Енді қайтем. Көмектесіңдер. Құтқарыңдар. Мен неге ұша алмаймын? Жібер деймін, зұлым шырмауық. Жібер деймін саған. Көмектес. Құтқарыңдар. Мен ұшалам. Ұшалам! Көмектесіңдер. Құтқарыңдар. Тірісің бе? Отыр, кеттік. Біз ұшып барамыз.
Бұл менің ең бақытты туған күнім. Бүгін сенің туған күнің бе? Иә. Не істеп тұрсың? Саған гүл сыйлайын деп едім. Қазір Рахмет. Жаңағы сыйлығың аз болған жоқ. Енді екеуміз доспыз. дос. Иә, сен өте батыл екенсің. Мен бе батыл? Иә, батылсың. Жарайды, мен үйге қайтайын. Бірақ қалай баратынымды білмеймін. Қалай дейсің бе? Мен не үшін тұрмын? Иә, тағы шамыз. Мықтап ұста. Тағы келесің бе? Иә, келем. Ертең келем. Онда кездескенше. Мәссаған. Мұндай сыйлық күтпеп едім. Бір, екі, бір, екі, бір, екі. Ханшайым, не істеп жүрсіз? Сарайдың өз бақшасы болу керек. Асқабақ отырғызамын. Күнде суғарып тұрам. Ханшайымдар ондай іспен айналыспайды. Жарайды. Ендеше сіз отырғызасыз, ал мен бұйрық беріп тұрамын. Бұл не деген дарақалақ? Шұғыл түрде әрекет етпесем болмайды. Мәртебелі тақсыр, өзіңізді аясаңыз етті. Бір уақыт мемлекетісінен демалыс алып, денсаулығыңызды күтіп, тынығуыңыз керек. Мен теңіз патшалығына жолдама ұйымдастырып берейін. Теңізге түсіңіз, күн сәулесін қабылдаңыз, демалыңыз. Солай істеңіз. Күш жігеріңіз тасықпайтасыз. Оған дейін, елді мен басқара тұрамын. О не дегеніңіз, кеңесші? Мен кеткенде патшайым табылып қалса қайтем. Жоқ. Бұдан ары талқыланбайды. Еш қайда бара алмаймын. Айтқаныңыз болсын, мәртебелі тақсыр, айтқаныңыз болсын. Сүйкімсіз патша, көресің әлі дегеніме жетемін. Арманда, көңілім арманда. Тақ бүйіріп тойғанда. Күндер түнек басқанан, төбеңді тесіп ойғанда. Мен патша, мен патша, мен патша болғанда. Мен патша болғанда, мен патша болғанда. Арандатам күні бойы ел жұртта, бөліп жарып, дауластырам тең жұртта. Ең қуатты, ең күшті адам болармын. Болған кезде дауластырып мен жұртта. Болған кезде дауластырып мен жұртта. Арманда, көңілім арманда. Арманда, көңілім арманда. Тақ бүйіріп тойғанда. Көріңдер түнек басқанын, төбеңді тесіп ойғанда. Мен патша, мен патша. Мен патша болғанда, мен патша болғанда. Мен патша болғанда. Бәріңді жасыңды, үлкенің кәріңді. Отқа орап, күл етіп, шашамын жазалап, өшірем әр күнді. Кеттім.
Айдахар, мен келдім. Тығылмақ ойнағын келді ме? Мұнда жоқ. Мұнда да жоқ. Айдахар, Айдахар, Айдахар. Жоқ, сен жасырынған жоқсың. Сен жоғалып кеттің. Айдахар қайдасың? Ау! Айдахар! Қайдасың? Ұсталдың. Айдахар, бері шық. Сәлем. Айдахарды көрген жоқсың ба? Айдахар! Айдахар, қайдасың? Айдахар! Құтқарыңдар, мұндамын, Варвара. Ой, Айдахар, ағашқа қалай ілініп қап жүрсің? жай қыдырып қайтайын деп едім. Көріп тұрсың ғой. Біреу тұзақ құрып қойған сияқты ғой. Жіптің екінші басын тартсаң, босайсың. Ендеше тартсаңшы, әлім қалмады, шаршадым. Бойым жетпей тұр. Тым биік екен. Сонда маған не істе дейсің? Тұра тұр. Қазір бірдеңе ойлап табармын. Біздің саңырауқұлақтарды Айдахар, енді қалай түсер екенбіз? Білмеймін. Ештеңе етпейді, мен тұзақ құрып қойғам. Көреміз, кім түсер екен. Ергежейлер Ергежелер ме? Міне біздің саңырауқұлақтарды кім алып жүрген белгілі болды. Тұзақ сендер құрып едіңдер, онда бізді сендер түсіресіңдер. Иә, биіктеу екен. Сүйкімді ергежелер, бір амалын табыңыздар, өтінем. Жарайды, іске көшейік. Көңілшек, сен астына тұрасың. Өзім де солай ойлап едім. Үндемес, құлама. Абайлаңдар. Қолыңды бер. Қорықпаңдар. Ширақ, не болды? Қазір. Болыңдар. Болмай қалды. Онда басқаша көрек. Ана жіпті шешу керек. Қалай? Амалын тауып. Мен таптым. Бұл жылы үндеме шықсын. Ширақ қайта бастадың ба? Жоқ, қайта керісінше болу керек. Алтымен тыңдап болсаңдаршы. 1, 2, 3. Тоқта! Мен құлайым ғой. Сен ұшалатын едің ғой. Қанатымды жайып үлгірмей жатырмын. Таптым. Ергежелер, ана түйе жапырақты алып келіңдер. Біз соған секіреміз. Ал, жүріңдер. Кеттік. Отыр. Жолдарың болсын. Рахмет сендерге. Келесі жолы тұзақты мен құрамын. Үй маңында отырыс, ергежейлі 33. Сабан шайнап жеп отыр, маңайында тотығыз. Әзілдейді екеуі, күліп отыр 4-еуі, сиыр көріп кірлеген, кірін жуып 5-еуі. Қаншайым, бұзақтылығыңды қашан қоясың доғарғаны? Бұл бұзақлық емес. Бұл керемет. 7-еуі ерігіп, шаштарын көтерет. 8-і қосылып, қастарын кереді. 2-еуі оңаша пияз алып турап тұр, 1-еуі шыдама егіліп, жылап тұр. Есқынсыз. Ергел бері, тоқта. Жоқ, қожайын істей алмайсыз. Тоқта деймін саған. Жоқ, қожайын. Тоқта деймін саған. Жоқ, қожайын. Шыдамның да шегі бар.
жетер енді іске кіріспесем болмайды. Мәртебелі тақсыр, тыңшылардан суыт хабар жетті. Елімізге жау әскері таяп қалыпты. Соғыс басталғалы жатыр. Жол түрде атқа қонып шекараға жету керек. Сөйтіп әскердің рухын көтеріңіз. Ал мен әзірге... Мен сіздің орныңызға... Соғыс? Қайдағы соғыс? Қайдағын айтпаңыз, кеңесші. Қараш енді, күн қалай жадырап тұр. Аспан да шайдай ашық екен. Қайдағы соғысты айтасың? Мәртебелі тақсыр. Соғыспайтын патша болмайды. Бұл әр патшаның міндеті. Онсыз патша дегеніміз қалыңдықсыз той сияқты. Жарайды, кеңесші, бара бер, мен ойланып көремін. Иә, бар. Осы сүйкімсіздің маған не керегі бар? Жарайды, өстіп көңіл көтеретіні бар. Оған да шүкір, әзірге соғыстан аулақпыз. Варвараға да ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Дұрыс болды, жұрт тарап жатыр. Айдахар, сәлем. Сәлем. Мен де келдім. Қолым бос емес. Сонда не істеп отырсың? Ағам заттарының бәрін жинап бөлмеме апарып орын-орнына қой деген еді. Міне. Неге мұңайып отырсың? Мұнда қызық дүниелер бар сияқты. Міне қара. Мә, саған, мына бір ойын сияқты ғой. Бұны қалай ойнайды? Түсінікті. Бұл нысана ғой. Ал мынау жебе. Бірақ кішкентай екен. Бізде оны садақпен атады. Түсінікті. Біз оны лақтырамыз. Ей! Ей! Оның не? Кешірші, мен тағы лақтырып көрейін. Жоқ! Енді мен лақтырам. Ой, аға, кешірші. Артур. Тигіздім. Дәл тиді. Ортасына тигізу керек. Сол да сөз боп па? Қазір мен ортасына тигіземін. Қане? Ал мынау не тағы? Айдахар, сен қайдасың? Мұндамын. Түріңді көрдің бе? Ей, мұның не? Кер қайтар, мен түрлі түсті қоян болғым келмейді. Қазір қайтарып көрейін. Ей, енді өзіңнен түріңе қара. Ал ендеше. Қазір? Ей, мен ағам айналып кеттім ғой. Мен де. Тағы да. Бұның не? Қазір аса таяқталу керек. Кім бар мұнда? Мен ғой. Кішкентай Айдахар. Ой, Не боп жатыр өзі, а? мен мұндамын аға.
Мұнда дегенің қай жер? Қасыңдамын. Басымды қатырма. Әй, ақымақ Айдаһар. Асатаяқты алғансың ба? Солай ма? Біз мындамыз. Құрдың деген осы, енді қайтты ма? Ой, аға Асатаяқты қозғалтпаңшы. Қозғалтпаңыз. Асатаяқтың нұсқаулығын іздеп табу керек. Мынау не масқара? Айдаһар, итермесеңші. Ай, құрғырдың жазуы. Біздің тілімізде жазылмапты. Мен оқи алам. Ал, оқып көр ендеше. Бұрынғы кейпіне қайтару үшін Асатаяқты сермеде сиқырлы сөзді айт. Антарбо. Айдаһар, ал мынауың кім? Бұл Варвара ханшайым. Сен қайдан келдің, Варвара ханшайым? Мен бәрін баяндап берем. Ол менің досым. Бұларың не? Абайламайсыңдар ма? Мына Асатаяқты бір жерге жасырып қояйын. Айдаһар аға, менің не тауып алғанымды қараңыз. Міне. Айнама? Сен менің айнамды тауып алыпсың ғой. Рахмет. Біздің бабымыз да бағымыз да осы айна. Бабымызда, бағымызда? Мәссаған, сонша құдіретті болатындай не күші бар екен? Бұл біздің аталарымыздан қалған жәдігер. Біліп қой. Не болды? Қайда? Соғыс па? Әке, мен бәрін түсіндім. Сіз осындайсыз. Сол үшін немі мұңайып отырасыз. Сол үшін сізді өзгерту керек. Варвара, мені қалай өзгертпексің? Я, өзгер аласыз. Білесіз бе, сиқырлы Асатаяқ деген болады. Сол арқылы өзгеріп кетуге болады. Варвара, ондай нәрсе тек ертегіде болады. Ал маған қазір дәрі керек. Мұң тарқататын дәрі. Ақыра ойлап таптым ау. Мына жерді іздеді. Я. Охо. Бұл жерді де іздеді. Жалғызым менің патшайым. Тағы қайдан қарайын? Жалғызым менің патшайым. Қайдан іздеп табайын? Қайдан іздеп табайын? Ал біздің кішкентай қызымыз өзіңнен аумай туған ізіміз. Жалғыз сені ойлаймын. Сені таппай қоймаймын. Жаным менің жабырқау. Табылсаң ғой шіркін тойлаймын. Жаным менің патшайым. Жалғызым менің патшайым. Мың шақырым жүрейін. Жалғызым менің патшайым. Дүниені түгел түрейін. Жалғызым менің патшайым. Қайдан іздеп табайын? Ал біздің кішкентай қызымыз өзіңнен аумай туған ізіңіз. Тыңдамайды ешкімді тосырқау, оның да жан сарайы жабырқау.
Мәртебелі тақсыр. Соңғы кездері сіздің денсаулығыңыз сыр беріп жүр, бірақ мен сізді аяғыңыздан тік тұрғызудың жолын білем. Сонда мен не қазір баспен тұрым ба? Айтасың ау сенде кеңесші. Ормандағы тыңшыларым бір көріппелі кейуананы біледі екен. Кереметі мол дейді. Жазбайтын ауруы жоқ екен, тіпті жүректегі мұңды да тарқата алатын көрінеді. Түсінемісіз, мәртебелі тақсыр? Солай ма? Ол көріпкелің патшайымның қайда екенін айтып бере ала ма? Мүмкін айталар, ол туралы ойланбаппын. Ең басты нәрсені сұрауды қалай ұмытасың сен? Ертең. Жоқ, ертеңнің арғы күні жолға шығамыз. Сол көріпкелге барамыз. Мен шешім қабылдадым. Балда. Голиаф! Голиаф! Қайда жоғалып кеткен? Жиналыңыз, мәртебелі тақсыр. Жақсылап шығарып саламыз. Біз орманға кетеміз. Менің саутым қайда өзі? Рахмет, айнам. Сенің бар болғаның қандай жақсы. Оның үстіне сен туралы ешкім білмейді. Енді маған мұнаны көрсетші. Қоп болады қожайын. Мәссаған, Айдаһар ағаның айнасына ұқсайды екен. Оның үстіне сөйлей алады, зерттеп көру керек екен. Айдаһар аға, сәлеметсіз бе? Өтінем айтыңызшы, кеше біздің тауып алғанымыз қандай айна, ол не үшін керек? Негізі бұл құпия болатын. Бірақ саған бәрін айтып берейін. Бұл айнаның сиқыры бар. Бұл айна арқылы мен әлемнің кез келген бұрышында жүрген, кез келген жанды көріп, тілдес аламын. Біліп қой, мінекей солай. Қалай? Сонда мен апаммен сөйлесе алам ба? Апаң қайда еді? Білмеймін, ол жоғалып кеткен. Жарайды, тексеріп көрейік. Бұны пайдаланбағалы талай уақыт өтіпті. Ал қане айна маған бауырым Юлиусты көрсетші. Бауырым, сен бізің? Тыныш бауырым, әрине мен ғой. Амансыз ба, Юлиус аға? О, сен де өсіп қалыпсың ғой. Бұл менің ағамның егізі ғой. Ол жердің арғы бетінде өмір сүреді. Түсінікті. Ал мына сүйкімді қыз кім? Өзі бір ханшайым сияқты екен. Мен расында ханшайыммын. Бауырым, қашан қонақ болып келесің? Көріспегелі көп болды ғой. Көп замай барам. Сау бол. Айтпақшы сені. Сау бол. Енді мен көрейінші. Рұқсат па? Әрине. Қымбатты айна, маған апамды көрсетші. Әкемді ше? Айнаңыз неге ештеңе көрсетпейді? Шамасы бұл айна біздің әлемдегіні ғана көрсететін болу керек. Аңызға сенсек, әр әлемнің осындай өз айнасы болады екен. Түсінемісің? Дұрыс айтасыз. Мен ол айна кімнің қолында екенін білем. Кен екен. Мұнда не істейді? Айнасы қай жерде? Ханшайым, сіз мұнда не істеп жүрсіз?
Мен бе? Мен жай серуендеп жүргем. Серуендеп, сөйтіп байқаусызда кіріп кеттіңіз бе? Байқайым, сіз менің айнама келген сияқтысыз ғой. Жоқ, мен бар болғаны. Мен бұл айнаны жасырып қоям, еш уақытта таба алмайсыз. Еш уақытта. Бірақ мен... Ал сізге жаза тағайындалады. Бөлмеңізден шығуға рұқсат жоқ. Жіберіңіз мені, жіберіңіз. Әкеме айтамын. Оның қолы бос емес, ханшайым. Ол сапарға дайындалып жаттыр. Жіберіңіз мені. Есікті ашыңыз. Ашыңыз деймін. Енді қайтсем екен? Көмекке шақырайын ба? Жоқ. Әзірге ол айна туралы ешкім білмей-ақ қойсын. Маған бәрібір. Қамай бер. Сенің де кезегің келеді. Айдаһар, сәлем. Варвара, Бер қара. Маған сенің ағаңның көмегі керек. сәлем. Ол үйде емес. Юлия сағаның үйіне қонаққа кетті. Не болып қалды? Балтазар айнаны тығып қойды да мені қамап тастады. Түк түсінбедім. Қайдағы Балтазар? Дұрыстап айтшы маған. Жарайды. Тыңда. Әкемнің бір кеңесшісі бар. Балтазар. Өзі бір қатал адам. Немі маған шейлігет. Бүгін сол кісі мені бөлмеме қамап тастады. Осылай. Иә, қызық екен. Маған бір ой келіп тұр. Күте тұр мені. Қайда кеткен? Иә, таптым. Варвара, қарашы, бұл шайын ағашының сөлі. Кез келген аурудың емі. Сынған затты түзейді, сосын аса таяқты да ала шықтым. Керек боп қалар. Балтазар мені бөлмеме қамап қойған жоқ па? Қалай шығам? Ал мен не үшін жүрмін? Бөлмемде терезе бар шығар. Бар. Терезеден ұшып шығамыз да айнаны тауып аламыз. Сен біздің әлемімізге барасың ба? Әрине, саған көмектесуім керек қой енді. Ешкім мені білмейді. Бар екенсің демейді. Тіпті көріп тұрса да амандаспайды, күлмейді. Десек тағы. Кім ең күшті? Кім ең күшті? Әрине, мен ең қуатты да сымбатты. Ең ақылды данышпан, басының бағы тұрақты. Мен арримін әумесер, жүрген жерім бір кесел. Ананы қара, аспандағы жол жоғалып кетті. Енді қайтеміз? Үйге қалай барам? Біреу менің кітабымды жауып тастады. Бұл Балтазар ғой. Тұра тұр, жылама. Біз бірден ойлап табамыз.
Қара! Жол тағы да ашылды. Айдахар, бері кір. Мені бірдеңе жібермей тұрған сияқты. Тағы бір рет көр. Қолымнан ұстап көр. Ұста. Қызық. Патша мені түн ортасында неге шақырды екен? Әлде бірдеңеден күдіктеніп жүр ме? Жоқ, мүмкін емес. Ол ақымақ адам ғой. Кеңесші қайда жүрсің? Шаруа бар. Тезірек кір. Қане. Не қарап тұрсыз, кеңесші? Көріп тұрсыз ғой. Мына сандық жабылмайды. Көмектес. Қалай? Оны сіздің айтқаныңыз дұрыс. Билеңіз, билеңіз. Керемет, кеңесші, керемет, керемет. Мен жиналып болғанша ешкім ұйықтамайды. Е, кеңесші, жалғастырыңыз. Мәссаған, бөлмең тамаша екен. Айдахар, тезірек. Артынан көресің. Біз тезірек ана жерге баруымыз керек. Уақыт аз. Ал мынау не сонда? Айдахар, уақыт жоқ. Тезірек айнаны табу керек. Жарайды. Голиаф. Бұлғын? Бұл Голиаф, ол менің қорғаушым. Кітапты сен аштың ба? Бальтазардың айнаны қайда жасырғанын білесің бе? Жарайсың, Голиаф. Кеттік. Көзің жете ме, Голиаф? Жабық қой. Сонда қалай кіреміз? Аузыңмен от бүркіп жіберсең, мыс темір балқиды. Есік өзі ашылады. Қане, сен Айдахарсың ғой. От бүркіп болған соң тамағым ауыратыны бар. Ашылды. Абайла! Әне, айттым ғой. Қазір жазылады. Өтінем.
Мә, саған. Сен бұрын бұл жерге келіп пе едің? Жоқ, жер астында мұндай жол бар екен білгенде жоқпын. Мүмкін кері қайтармыз, а? Жоқ, тезірек айнаны іздеп табу керек. Ананы қара, есік. Тезірек. Бұл есік емес, кәдімгі қабырға. Қызық екен. Жұмбағымды тапқан адам ғана ары қарай кіре алады. Жарайды, біз дайынбыз. Алғашқы жұмбақ. Қарға 7 жасқа толғанда не болады? Ол қарға болама, тырна болама мәселе онда емес. Мұнда бір айла бар. Қарға 7 жасқа келеді. 7 жас. Иә, 8-ші жыл. Дұрыс. Дұрыс, келесі жұмбағым. 5 күннің атын айтып бер. Бірақ сандарды атама, күндерді атама. Тұра тұр. Күндерді тағы қалай атаса болады? Бүгін? Ертең. Иә, түсіндім. Міне 5 күннің атауы. Әнеу күні, кеше, бүгін, ертең және бірсі күні. Дұрыс. Соңғы жұмбақ. Үнемі ұлғаяды, еш уақытта кішіреймейді. Ол не? Ағаш? Жоқ, ол емес. Ағаш немі өсе бермейді. Оның да шегі бар. Тоқтайды. Тұра тұр. Әкемнен бір сөз естіген сияқты едім. Күндерім өтіп барады. Кері қарай жүре алмайсың. Балалыққа қайталмайсың деп еді. Болды, жауабы дайын. Үнемі ұлғаяды, еш уақытта кішіреймейді. Ол адамның жасы. Дұрыс, кіріңдер. 5 секунд уақыт бар. 1, 2, 3, Айдаһар, тезірек. Тырысып жатырмын. 4, Қазір. 5. Тұра тұрыңыз. Тоқтаңыз. Менше. Мен. Барбара, тезірек. Әне, айнаны көрдім, тезірек. Айдаһар, енді қайттық. Сен мені ұшып алып өтесің. Қазір. Ұша алмаймын. Неге? Бұл жердің ауасы басқа сияқты. Кедергісі көп пе әйтеуір, ұша алмаймын. Ендеше маған асатаяқты бер. Райыңнан қайт. Кешір. Антарбо. Амансың ба? Аман сияқтымын. Онда кеттік. Болды. Тұтылдық деген осы. Шығатын жол жоқ. Ондай болу мүмкін емес. Жақсылап ойлану. Болжамызды қара. Ал ендеше. Тағы да сендерді құтқаруымыз керек. Ергешелер, сендер қайдан келдіңдер? Қалай келдің? Қалай келуші едік? Ормандағы үңгір арқылы келдік. Біз мұнда жиі келіп тұрамыз. Тұрмысқа қажетті дүние іздейміз. Міне, үлкен асыл тауып алдық.
Асыл тасымыз қайда? Әне, ұстаңдар оны. Ұстаңдар. Ұстаңдар. Тоқта! Ергежейлер! Қайда кеттіңдер? Тоқтаңдар! Ұстаңдар! Айна, маған апамды көрсетші. Істемейді. Айнаны бұзып тастаған болар. Қазір келем. Барбара, қазір оны жасап аламыз. Иә! Барыңдар да патшаның жүгін жинаңдар. Бұл әмірде біздің патшадан өткен ақымақ жоқ. Солай мет, Бальтазар? Жарайды онда. Алайда алдымен маған апамды көрсетші. Айна. Апа! Апа! Сен қайдасың? Қайда кетіп қалдың? Варвара, өсіп кетіпсің ғой. Бой жетіп қалыпсың. Бәрін баяндап отыра алмаймын, қызым. Өйткен айнаң сынып қалуы мүмкін. Айдақар, айна мүлде істемей қалды. Енді апаңдай тәуір бір көрдің ғой. Айдақар, бәрі бітті, бәрі бітті. Мен енді апамды көре алмаймын. Мен саған қайтып келем. Уәде берем. Күт мені. Әзірге бұл туралы ешкімге айтпа. Алақай, апам қайтып келеді. Көрдің бе, бәрі жақсы болады. Бірақ ол қашан келетінін айтқан жоқ. Бірақ мен оны күтем. Бұл құпияны ешкімге айтпаймын. Ал енді Бальтазардың сазайын беру керек. Бальтазар кеңесші. Менің бұйрығым бойынша сен екеуің теңіз жағалауы патшалығына елші болып барасыңдар. Мәртебел тақсыр не үшін? Біздің не жазығымыз бар еді? Қайта сіздің қызыңыз емес пе? Сарайдан сиқырлы кітап тауып оқып жүрген. Не дейсің? Сиқырлы кітап? Айтады екен-ау. Қайдағы сиқырлы кітап? Сиқырлы кітап деген тек ертегілерде кездеседі. Сиқырлы кітап дейді. Шегім түйілді. Бальтазар кеңесші, әзілдеуді қашан қоясыз? Айтпақшы, солтүстік патшалықтағылар әзіл қойларды жақсы көреді. Тұзға пияз қосып жейді деп естідім. Міне саған. Әке, сен қайтадан жадырай бастапсың. Мен саған уәде бердім ғой. Айдақар, не болды? Көрдің бе? Сол керек оған. Біз жеңдік.
Варвара, саған жиі келіп тұруға бола ма? Ағам жақын арада оралмайды. Маған сенің әлемің ұнады. Әрине, Айдахар. Қолымызда сиқырлы кітап бар емес пе? Онда неше түрлі оқиға бар. Сау бол, Айдахар. Ертең күтемін. Келем! Сау бол, Варвара! Варвара, Апа? Апам қайтып келді. әрине, уәде бердім ғой саған. Патшайымдар уәдесінде тұрады. Осы күнге дейін қайда болдың? Мен саған бәрін баяндап берем. Бірақ ол үшін есейуің керек. Жүр енді, әкеңе барайық. Ол да мені сағынып, күтіп қалды. Осылайша, біздің оқиғамыз аяқталды. Алда әлі талай хикая бар. Варвара мен Айдахар талай қызықты оқиғаға куә болады. Фильм Қазақстан ұлттық арнасының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. 2019 жыл.